Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Дәрменова Гүлбаршын Өзбекбайқызы, Қызылтөбе лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Педөтілім 22 жыл, педагог зерттеушімін. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің барлығының ойлантатын мәселесі. Яғни біздер 4 дағды бойынша жұмыс жүргіземіз: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым. Қазіргі таңда көп оқушылар сауатты жаза алмайды, өз ойын еркін жеткізе білмейді. Мен осы мәселені қалай шешемін деген ой келді. Осы тұста көп іздену барысында мен 30-60-10 формуласын ойлап таптым. Яғни өзінің көзқарасын, өзінің ойын сауатты түрде жаза алмай отырған оқушы эссені қалай жазады деген ой келді. Осы тұста бұл тақырыптың мақсаты оқушылардың ойлау дағдыларын қалыптастыру, ізденіске жетелеу арқылы шығармашылық жазба жұмысында көркем әрі сауатты жазу шеберлігін дамыту. Алдыма бірнеше мақсаттар қойдым. Ал осы тақырып не үшін өзекті болды? Бұл тақырып өзекті болу себебі 2016-2017 оқу жылдан бастап барлық мектеп бітіруші түлектер эссе жазатын болды. Яғни 2016 жылы 16 қарашада 660 бұйрықта дәл осылай көрсетілді. 5 сыныптан бастап оқушылар эссе жазады. Бірақ қалай жазады? Осы тұсы мені ойландырды. 30 дегеніміз не? Эссенің кіріспе бөлімі. Кіріспе бөлімінде бірінші оқушы кілт сөзді тауып алу керек. Кілт сөзден кейін сол тақырыптың өзектілігін білу керек бала. Өзектілігіне не жазамын? Және одан кейін тезис жазу керек. Мектептің жүрегі мұғалім болса, эссенің жүрегі тезис. Тезисте сен нені айтасың, нені талқылайсың, осы аспекті нақты көрсетілу керек. Және осы жердегі ой міндетті түрде қорытындылану керек. Яғни осы мәліметтер қамтылса ғана ол эссенің кіріспе бөлімі болады. Және бұл 30%-ды құрау керек. Ал 60% дегеніміз не? 60% дегеніміз негізгі бөлім. Негізгі бөлімде не жазамыз? Тезисте көтерілген аспектті талдаймыз. Яғни ол жерде сандық деректер тақырыпқа байланысты ғалымдардың пікірі, ғалымдардың тұжырымы айтылады. Және осы жерде ғалымдардың тұжырымына қоса өзінің ойын, өзінің көзқарасын білдіру қажет. Және осы өзінің пікірін білдіруде қыстырма сөзді тиімді қолдануды үйретемін. Мен қалай үйретемін? Әдіс тәсілдер өте көп. Соның бірі мен жақсы көретін, менің оқушыларым жақсы көретін әдіс Поппус әдісі және 4 сөйлем әдісі. Яғни бала өзінің ойын айтады және сол ойының себебін түсіндіреді. Неге ол олай ойлайды? Және соны дәлелдейді. Және соны қорытындылап кетеді. Яғни Поппус әдісі мен үшін тиімді әдістердің бірі. Ал қорытынды 10% дегеніміз не? 10% дегеніміз қорытынды бөлімі. Яғни біз кіріспеде нені айттық? Кіріспедегі тезисті біз қорытындылауымыз керек. Артық нәрсе жазбаймыз. Яғни ұсыныс немесе шешім шығарып кетеміз осы жерге. Сонда 30-60-10 формуласы арқылы эссе толық 100% жазылып шығады. Осы жолда кәсіби шыңдалу баспалдақтарынан өттім. Яғни мен беретін сабақтарда, сыныптарда жазу дағдысынан қиналды ғой оқушылар. Осы жолда мен көптеген мемлекеттік курстарға қатыстым, ақылы курстарға қатыстым. Яғни мен шыңдалу баспалдағынан өттім. Және осы тұста Инстаграм парақшамда эссе жазып үйренемін курсын жүргіздім. Оқушыларға және ұстаздарға. Яғни үйрете жүріп үйрендім, тәжірибе жинадым. Яғни бұл курс жүйелі топпен жеке жүргізіліп отырды.
Және де бұл курстан басқа өзімнің әріптестеріме де қолдау білдіріп, қолымнан келгенше үйретіп отырдым. Соның бірі соңғы Мәшһүр Жүсіп байқауында эссе жазу бағытында Ақмаржан деген оқушымыз республикалық деңгейге дейін шығып орын алып келді. Осы тұста мен әріптесіме осы формуланы айттым және оқушысына бірлесе отырып түсіндірдік. Яғни оқушы эссені жазады, барлық мағлұматты біледі, деректерге қанық, бірақ сол формуланы білмейді. Яғни бала сол формуламен эссені жазып шыққаннан кейін оның жұмысының нәтижелі болғаны сондықтан деп ойлаймын. Яғни мына жерден өздеріңіз көріп отқандай апайының білдірген алғысы. Сайын Шапағатов жалпы білім беру мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Өзіме үлкен бір керемет дүние алдым. Әріптесім Гүлбаршын апайдан мынандай туынды алдым. Қалам қанаты деген эссе жазу бағдарламасын жасап, эссе жазу тобын ары қарай құрамын деп ойладым мектепте. 11-ші сыныпты аяқтап кеткен оқушыларым осы эссе, осы мен үйреткен формуламен, менің идеямен эссе жазып, ақша тауып жүр екен. Яғни бұл өмірлеріне азық болды деп ойлаймын. Және пәндік олимпиадаға қатыстырған оқушыларының алғысы, ата-аналардың, ұстаздардың алғысын осы менің инстаграм парақшамнан көре аласыздар. Яғни осы идеямның нәтижесінде мен авторлық бағдарлама жазып шықтым. Бұл авторлық бағдарламаның тақырыбы эссе жазу стратегиясы. Яғни осы барлық формуламен жасалған жұмыстардың нәтижесінде менің формуламен жазған эсселердің барлығы эсселер жинағында жарық көрді. Енді нәтиже өте көп. Жылда алтын белгілер шығады лицейде. Сол алтын белгілердің барлығы мемлекеттік имтиханда ешқандай кедергісіз өтіп өзінің нәтижесін көріп жатыр. Яғни бұл да менің сол идеямның нәтижесі деп білемін. Ал пәндік олимпиададан, ағымдағы танымдық байқаулардан нәтиже өте көп. Назарларыңызға рахмет. Менің идеям сіздерге де көмегін тигізсін.